Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мінекей мен ер кісіге керемет стеганый велюрдан бірінші мастер-классым ер кісіге жайнамаз тігейін деп жатырмын. Сіздерге көрсете кетейін деп едім. Мінекей біздің әдемі серый түсті, жұмсақ, қалың, міне ортасында невесі бар, синтефоны бар, астында тармазоғы бар, тайып кетпейді. Мына сәждеге тұрып отырған кезінде өте керемет, ыңғайлы, ер кісіге өте керемет сыйлық, қыздар. Мінекей ұзындығы жайнамазымның 105 сантиметр, ал ені 70. Мінекей енді мынау өлшегенде мына жеріне мен мына лентаны осылай қылып тігемін. Лентамның ұзындығы 1 метр. Осы лентаны осы жеріне тігіп, астына мынандай шашақ алдым, подсвет қылып. Шашағым мына жері золотистый цвет, мынаған подсвет болып тұр. Сонымен серый золото болып тұр. Ал енді керемет үйлесімділік. Шеттерін 4 сантиметрлік однотонный велюрмен бірінші көктеп аламыз. Сонан кейін барып бірінші лентамызды тігіп аламыз. Қазір соны мастер-класста жақсылап айтатын боламын, қыздар. Видеодан ұзамаңыздар. Толық көріп шықсаңыздар, жақсы түсінесіздер. Енді мінекей мен мына ұзындығын өлшеп алдым. 105 болды. Мына жағынан 70 болды. Яғни 35 дәл ортасы болады. Дәл ортасы 35 болғаннан мен инені тығып алдым да, сөйтіп осы жерден міне 25 сантиметр алған кезімде мынаның бойымен болады екен. Дәл осының бойымен мен мына лентамды тігіп шығамын. Әрине өлшесі 25 болу керек. Сонда ғана түзу әдемі лентаңыз керемет болып тігіледі. Ал енді лентамызды тігеміз. Құрметті қыздар, қыз-келіншектер, мінекей мына жерге қойғанда міне 25 деген мына лентаның үстінде тұру керек. Сонда әдемі тұрады. Міне. Мына жағы сәл көтеріңкі болып тұр. Мына видеоны ұстап тұрғаннан кейін неудобно. Бәр жер 25 болу керек, в общем. Мінекей қыздар, мен 25 сантиметрден бейтіп өлшеп отырып, тіке үлкен-үлкен қылып қара жіппен көктеп аламын. Содан кейін мына екі жерінен, мына жерінен шов өтемін. Содан кейін барып шетін қаптап, шашағын тігетін боламыз. Мінекей құрметті қыз-келіншектер, мына мен көктеп алдым. Енді бірінші үстіңгі жағын тігіп шығамыз. Машинкамызды жайғастырып аламыз, өзімізге ыңғайлы қылып, мінекей сіздерге көрінсін деп. Міне, енді мынау тайып кетпейді, қорықпай бірден тігіп шығасыздар лентасын ұзыннан. Астынан тігіс жүреміз. Қыздар, мына астарынан тігіс осындай болды лентамыздың. Дымда білінбейді, әдемі болды. Енді шеттерін көктеп шығамыз, білесіздер, иә? Шетін сол 4 сантиметрлік жіппен көктейміз. Полоска однотонный велюрмен көктеп шығамыз. Мінекей құрметті көрермендер, мен 4 сантиметрлік полоскамды қоя отырып, міне лавкамен бірдей қылып тігіп кете беремін енді. Тігіп берсеңіздер болады. Міне углға келдік, қыздар. Мына углға келген кезін до конца тігіп алғаннан кейін міне қайтарамыз. Міне. Және былай қоямыз, міне. Міне петелька сияқты. Бәрі жақсылап қойып аламыз. Міне. Мына бұрышымызды былай шығарып аламыз да. Мінекей қыздар, біз мына лентамызға жақындап қалдық. Не үшін мен лентаны бірінші тігіп алдым, қазір түсінетін боласыздар. Өйткені ол мына невемнің астында қалу керек.
Міне мына жалғанған жерін үстімен кетем, кейін қиып тастауға оңай болу үшін. Міне мен болдым. Енді тек қана артық жерлерін ғана қиып жібереміз. Мінекей әдемі сәнді жайнамазымыз дайын болды. Ал қыздар, енді біз мынандай шашақ алдым мен базардан. Енді осы шашақты мына тіккен мына тігістің үстімен жүріп отырамыз. Өте шетке тіге алмаймыз, өйткені өте қалың, инеміз сынып кетуі мүмкін. Сол үшін мінекей былайынан қойып аламыз, бірдей болып, мына узорлармен бірдей қылып қойып аламыз. Сонда бірдей әдемі болып тігілетін болады. Ал лавкамызды қойып алдық, мінекей көрініп тұрған болса. Дәл осының үстімен жүріп отырамыз. Ең бастысы, мына үстіңгі жіпті мынаумен подсвет қылсаңыздар болды, көрінбейді мына жерден. Мына жаққа келгенімізде міне сәл артықтау қылып астына қайырып жіберуге орын қалдыра отыра, мінекей сәл артықтау қылып аламыз. Мұны бүйтіп қайырып жібереміз. Мінекей. Лавкамызды көтере отыра, мынау көрдіңіздер ме, ысырылып, сырғанап шығып кеткен. Бірдей қыламыз. Әдемі болу үшін. Енді мына жағында закреплять етеміз. Закрепляющий шов жасаймыз, қыздар. Жайнамазымыз әдемі болу үшін. Мынаны қайырып жібереміз астына. Бірдей қылып, шетімен бірдей болса әдемі болады, қыздар. Артынан да қиып тастаймыз, керек емес жерлерін. Ал мінекей біздің шашағымыз дайын болды. Міне осылай әдемі болып тігілді. Көрінбейді, көрдіңіздер ме, шов? Мінекей екі жағында дәл солай қылып тігіп шығамыз, қыздар. Ал құрметті оқырмандар, құрметті менің көрермендерім, мінекей біздің ер кісіге арналған жайнамазымыз дайын болды. Міне керемет, мінекей мынандай лентасымен қазақша оюы бар. Және де екі шетінде әдемі бахромасы бар. Мінекей шашағы бар, мықты, өте мамық, качествосы керемет, гладкий, мінекей үсті деген сондай жұмсақ, әдемі ер кісіге дастархан деппін ғой, жайнамазымыз дайын болды. Ал менің мастер-классымды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Сіздерге рахмет. Мінекей Асылзат Делюкс уют маркет. Менің инстаграм парақшам, тикток және де фейсбук, ютуб каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа мастер-класстардан құр қалмайсыздар.